Сәлем достар, сіздермен аниме өмір каналы және осы видеода аниме деген не деген сұраққа жауап іздейміз. Кеттік! Аниме дегенде аниме сүйер қауымның есіне олардың ең алғаш көрген анимасы немесе ең қатты әсер еткен анимасы естеріне түседі. Ал аниме көрмеген адамдар үшін ол жай ғана түсініксіз жапон мультфильмдері. Аниме 20 ғасырдың басында батыс елдеріндегі анимациялау техникаларына ұқсатылып жасалған жапон мультипликациясы еді. Ал ең алғашқы аниме 1907 жылы жарық көрген Кацудо Сятсин анимесі еді. Әрине, ол қазіргі анимелермен мүлде салыстыруға келмейтін. Алайда, заманауи анимелердің түп атасы деген атқа ол әбден лайық. Жапон елі көптеген ғасырлар бойы бүкіл әлемнен оқшауланып өмір сүргенін барлықтарыңыз білесіздер. Шет елдердегі болып жатқан жағдайлар, сол елдерде қолданылатын әртүрлі технологияларды көшіру, ұзақ ғасырлар бойы қалыптасқан жапон мәдениеті мен менталитетінің сүзгісінен өтпей қоймайтын. Сол себепті Жапон елінде пайда болған анимациялау түрі батыс елдеріндегі аналогтардан ерекшеленіп шыға келді. Ал анименің даму үрдісі ол ерекшеленуді одан әрі жалғастырып, жапон мультипликациясы аниме деп атала бастады. Аниме мультфильм сүйер қауымға бұрын соңды болмаған жаңа жанрлар мен бағыттарды дүниеге әкелді. Анименің дәстүрлі мультфильмдерден айырмашылығы үлкен болғаны соншалықты бүкіл әлем бойынша фанаттар оны мультфильмдерден бөлек нәрсе деп қарастыра бастады. 2020 жылы анимені бүкіл әлем мойындауға жақын қалды десек те болады. Бұған дәлел ретінде анименің қазіргі даму үрдісі киноиндустрияның дамуына ұқсап барады және аниме өмірдің басқа салаларына жылдам ену үстінде. Мысалы, 10 жыл бұрын сіз аниме фанатпын десеңіз, Вот это поворот! онда жұрттың барлығы сізге «Мына адамның есі дұрыс па?» деген көздермен қарайтын. Ал қазір аниме фанат екеніңізбен көп адамды таңғалдыра да алмайсыз. Анименің тарихы және оның даму үрдісі өте керемет нәрселер. Бірақ сонымен аниме деген не? Бағанадан бері айтылған нәрселердің барлығын қорытындылай келе, аниме деген ол жапон мәдениеті мен менталитеті қосылған, өзіндік тарихы, жанрлары, штамптары мен стилистикасы бар коммерциялық мультипликация түрі. Өкінішке орай, бұл өмірдегі басқа нәрселер сияқты аниме де коммерциялық, яғни ақшалай пайда табуға арналған проект. Әрине, егер сіздің жасыңыз кішкентай болса, онда аниме сізге өнер туындысы болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, анимедегі сюжет, фан-сервис, ондағы көрерменнің назарын өзіне ұстап тұруға арналған әртүрлі әдіс-тәсілдер анименің рухани емес, белгілі бір адамдар тобын материалды байытуға арналған жоба екенін түсінуге болады. Егер маған сенбесеңіздер, өздеріңіз көрген анимелердегі қайталана беретін өзара ұқсас кейіпкерлерді, шаблонды сюжеттік линияларды, ұқсас концепция мен фан-сервистік жанрлардың басым болуын қалай түсіндіресіздер? Өкінішімізге қарай, оны түсіндіретін бұдан басқа жол жоқ. Дегенмен, анименің коммерциялық проект болуы ол өте жаман дүние. Көруге мүлде келмейді, ешқандай құндылығы жоқ дегенді де білдірмейді. Әрине, анименің басым көпшілігі өнер мен құндылықтарға негізделгенде нұр үстіне нұр болар еді. Дегенмен, анимеге деген үлкен коммерциялық сұраныс оның жақын арада жоғалып кетпейтінін де білдіреді. Ұзақ сөйлеп кеттім. Ал енді видеомызды қорытындылап жіберсек, біз техникалық жағынан анименің не екенін айттық. Бірақ бұның өзі біздің сұрағымызға жауап беруге жетпейтін сияқты.
Сонымен, аниме деген не? Аниме – ол басқа адамдармен байланыс, уақытты қызықты өткізудің бір түрі. Бұрын таныс болмаған жаңа дүниелермен танысу, басқа адамдарға ұқсамау, ерекшелену және аниме деген ол өмір сүру стилі. Сіздермен бірге болған Аниме Өмір каналы. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет, сау болыңыздар.